Қайырлы күн, құрметті студенттер, құрметті тыңдаушылар. Мен Наурызбаев Ерлан Амангелдіұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің құқық кафедрасының лекторы. Мен бүгін сіздердің алдарыңызда Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының ерекше бөлімінің бірінші тарауына тоқталғым келеді. Бұл жерде жеке адамдарға қарсы қылмыстарды, құқық бұзушылықтар туралы дәрістер оқитын боламыз. Бұл дәрісті өткізу барысында жалпы анықтамасын тоқтайтын болсақ, жоспарына сәйкес жеке адамға қарсы қылмыстар туралы түсінік беріледі, және сонымен қатар жеке құқыққа қарсы қылмыстардың анықтамасы, оның үшін нақты кісі өлімі, адам өліміне тоқталамыз, және сонымен қатар адам өлтірудің құрамына, қылмыс құрамы туралы айтамыз, және келтірген материалдар мен соңында қорытындылар берілетін болады. Сонымен бұл дәрістің мақсаты Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекетіміздің ең жоғары құндылығы ретінде қарастырылатын адамның өмірі. Адамның өмірі ол бірінші бапта айтылған. Әркімнің өмір сүру құқығы және өзі сияқты басқа азаматтардың өміріне қиянат жасауға болмайтындығы туралы қарастырылады. Ерекше бөлімнің бірінші тарауында жеке тұлғаларға қарсы қылмыстардың құқық бұзушылықтары үшін жауапкершіліктер қандай белгіленеді, және сонымен қатар адам өлтірген кезде қандай жауаптар қарастырылатын туралы осы баптардан үзінді келтіретін боламыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы бойынша біз мәліметтер бергенде, әрине Қазақстан Республикасының негізгі заңы Конституцияға сүйенеміз. 95 жылы қабылданған және 22 жылы бізде үлкен Конституцияда өзгерістер болған болатын. Сол өзгерістерге байланысты нақтылап келтіретін боламыз. Және сонымен қатар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сүйенеміз. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының білім беру министрлігінің белгіленген кітаптарына сәйкес және ақпарат кеңістікте алынған материалдарға сүйенеміз. Сонымен жеке адамдарға қарсы қылмыстар дегеніміз не? Жеке адамдарға қарсы қылмыстар дегеніміз жеке адамның өмір сүру еркіндігі және сонымен қатар өмір сүруі басқа да басқа әрекеттері. Осының ішінде алдарыңызда көріп тұрған таблицада бұның бары көрсетілген. Келесі анықтама келетін болсақ, өмір сүру. Өмір сүру барысында азаматқа келтірілетін зияндар және ол қылмыстық кодексінің 99 бабының 2 тармақшасын ашып қарайтын болсаңыздар, сол кезде көрсетілген қылмыстардың барлықтары осы өзіңіздің алдыңызда тұрған кестеде көрсетіледі. Сонымен қатар кісі өлтіру. Кісі өлтіру дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда бір адамның өмірін алу. То есть бұл жерде кісі өлтірудің қандай әрекеттер жасалынғаны және жасалу барысында қалай істелінгені сол туралы баяндалатын болады. Және сонымен қатар бұл қылмысты нақты айтатын болсақ, қылмыстың құрамы деген анықтама шығады. Қылмыстың құрамында тікелей келетін болсақ, жеке адамның өмірі, денсаулығы және сонымен қатар ар-намысы, қадір-қасиеті. Жеке адамға қарсы қылмыстардың объективтік жағына келгенде, бұл жеке бастың өміріне, денсаулығына және басқа әрекеттеріне қол сұғу. Қылмыс құрамына келетін болса, қылмыс құрамы адамға қарсы қылмыстар бұзушылықтардың материалдық және формалдық құрамын анықтайды. Бұл жерде анықтамасына келген кезде өзіңіз көріп тұрғандай келесі кестені береді. Жалпы бұл қылмыстарды ашқару барысында көбінесе анықтама ретінде айтатын болсақ, қылмыстық әрекет, бұл қасақана әрекет, тікелей қасақаналық деп аталады, то есть ауыр қылмыстар категориясына жатады. То есть жеке жарақаты, қасақана істелінетін әрекеттер, осылардың барлықтары алдарыңызда көрсетілген кестеде көрсетіліп тұр. Келесі анықтамасында түсініктеме ретінде айтатын болсақ, абайсызда болатын адам өлімдері. Абайсызда болатын адам өлімдерінде әрине субъекті бұл қылмыстың болғанын қаламайды. Бірақ белгілі белгісіз себептерге байланысты бұл амалдардың адам өліміне алып келетін туралы баяндалады. Ол алдарыңыздағы кестеде нақты көрсетілген. Келесі анықтамасына келетін болсақ, өзіне өзін қол салу. Немесе нақты айтатын болсақ, осыған қол жұмсау барысындағы болған іс-әрекеттер. Қазіргі қоғамда белең алып тұрған осы бір іс-әрекетке байланысты алдарыңызда кестеде біз ықшамдап көрсетуге тырыстық. То есть осы әрекеттердің барлықтары адамның өзіне қол салуына себепкер болады деген анықтама береміз. Келесі анықтамасында бопсалау деген анықтама беріледі. Бопсалау дегеніміз не? Жеке адамның өміріне араласып, оны ақшалай, қаржылай немесе бопсалау тәртіптеріне сәйкес іс-әрекеттерді көрсетеді.
Келесі анықтамасында енді осы әрекеттердің барлықтарын қорытындылай келе, Қазақстан Республикасындағы жеке адамның өміріне байланысты әрекеттердің барлықтары осы 99 баппен ғана қарастырылмайды, және де басқа әрекеттермен қарастырылады. Бірақ соған қарамастан қазір кезде Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, Қылмыстық кодекстің баптарына сәйкес, мына отбасылық болып жатқан өзгерістерге байланысты қазір кезде мемлекет тарапынан адамның өмірі, денсаулығы қатты қадағаланады және бақыланады деген анықтама береді. Және соңғы мына кестеге сәйкес жобалап айтқанда бұл болып жатқан іс-әрекеттерге қатысушы деген азаматтардың сыртқы келбеті берілген болатын. Бүгінгі айтайын дегеніміз осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.